Assalamu alaikum достар. Біз бүгін сіздермен өте дәмді Наполеон тортын пісіретін боламыз. Сүтімізге бір жұмыртқамызды салып араластырамыз. Кейін қасықтың ұшындай содамызға уксус құйып, оны да қосып араластырамыз. Бөлме температурасында еріген сармайымызға сүтімізді құямыз. Және оларды жақсылап араластырып, үстіне ұнды електен өткізіп, қамыр илетін боламыз. Иленген қамырымызды тындырып қойсаңыздар да болады, немесе жасай беруге де болады. Бірдей етіп теңдей бөліктерге бөлеміз. Мен 5 бөлікке бөлдім. Кейін пергамент қағаздарын дайындаймыз. Одан кейін оларды сол қағаздардың үстіне жұқа етіп жайып шығамыз. Оны қоса отырып жайсаңыздар болады. Жайылған қамырларымызды қалаған формада кесеміз. Дөңгелек немесе осындай төртбұрыштап кессеңіздер де болады. Жайылған қамырлардың үстін міндетті түрде вилкамен видеодағыдай тесіп шығамыз. Кейін 200-230 градуста 7 немесе 10 минут пісіріп аламыз. Духовкаңызға байланысты. Кремін дайындап аламыз. Ол үшін бізге салқын сливке қажет. Құйып, жақсылап араластырамыз. Немесе клейгейлі крем де жақсы Наполеонға барады. Кішкене миксерлегеннен кейін үстіне сахарный пудра саламыз. Менде ванильді дәммен сахарный пудра. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Тым қою болмаса да негізі тортқа болады. Сұйықтау болса да ештеңе етпейді. Тортымызды жинаймыз. Шеттерін үгітіп бетіне себетін боламыз. Ал ортасын барлығына крем жағамыз. Қолмен үгітеміз барлығын. Қоржыныңызға байланысты кремдерді бөліп барлығына жағып шығамыз. Кремдер барлығына жетуі қажет. Және шет-шеттеріне де кремімізді жағамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін үгітілген корждарды барлық шетіне сеуіп, шет-шеттеріне де жағып шығамыз. Тортымыз дайын болды. Холодильникке бір түнге қойып қоямыз. Кесіп, дәмін көрейік. Тортымыздың иісі де, дәмі де өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жеп көрмейінше дәмін айтып жеткізу мүмкін емес достар. Шынымен де өте дәмді торт болып шығады.